Мен осыдан 10 жыл бұрын Жетісай ауданына келін болып түстім. Жолдасым үйдің үлкені. Үйдің үлкен келіні болғандықтан жиындардың бәрінде мен екі білекті сыбанып жүремін. Себебі Жетісай ауданының тұрғындары өте қонақжай адамдар болып келеді. Келін болып түскен кезде біз ауылда тұрдық. Үйге келген келім-кетім кісілерді көріп алғашында шошығаным рас. Кейін келе оған да ертең үйреніп кетеді екен. Біздің үйдің дастарханы жиналмайтын, таңертеңнен қара кешке дейін үйге келген қонақтарға шай әзірлеуден қолым тимейтін. Өзімнің ата-анамның үйіне барғанда, үйге келген қонақтардың санын айтқанда, шешем байғұс шалқасынан түскен еді. Құран, жиын, тойға 500 адамнан артық болмаса кем жиналмайды. Ол адамдардың бәрінің көңілінен шығып күтіп алу менің міндетім. Қара шаңырақта тұрып жүрген кезде ата-енеме, менің туыстарым үйге қонаққа келмекші еді, деп айтып қалсам бітті, басым аяқпас дауға қалатын. Енем, сенің туыстарынан ақ құтыла алмайтын болдық қой. Әйтеуір екі желеу бір сылтаумен қонаққа келгісі келіп тұратыны несі деп ұрсып беретін. Амалым құрып, ата-анама өзім үйге кейін шақырамын деп құтылатынмын. Әке-шешеме бәрін ашып айтпасам да, олар менің жағдайымды түсінетін. Ол ауылдың тұрғындары өзбекке жақын еді. Үйде ала көйлек пен ала дамбалды киіп, басымызға қызыл орамал салып жүреміз. Үйге келген адамға басымыз жерге тигенше иіліп сәлем саламыз. Шай құюдың да өзіне тән ерекшелігі бар. Біз оны да сақтайтынбыз. Айта берсеңіз, ауылдың тірлігі бітпейді. Содан не керек? Екінші қызымды босанғаннан кейін жолдасымның жұмысы Шымкент қаласына ауысты. Оны естіп, менің қуанғанымды көрсеңіз ғой, оны сөзбен айтып жеткізу қиын еді. Еншімізді алып, жеке отау тігіп, ел қатарлы өмір сүретін болдым деп армандаған едім. Бірақ менің ол арманымның бәрі де көкке ұшты. Себебі баяғы жартас сол жартас болып қала берді. Шынымды айтсам, тұрмысқа шыққаныма бақандай 10 жыл болса да, өзімнің отбасыммен бір күн шүйіркелесіп отырмаппыз. Үйге келген кісілер тамағын ішіп болған соң үйлеріне кетіп қалмайтын. Біздің үйде 10 күнде, кейде айлап та жететін кездері болады. Ауылдағы туыстарымыздың қалаға келген ұлдары мен қыздары да біздің үйде жатып оқитын. Олар да менің балам секілді. Студенттердің тамағы, кірі менің мойнымда болатын. Бір күні шыдай алмай жолдасыма, Марат, осы біз қашан ел қатарлы өзімізбен өзіміз өмір сүреміз деп айтқаным сол еді. Жолдасым айғайға басты. Екеуіміз болмашы нәрсеге ұрсысып қалдық. Біз ол жерде бір бөлмелі пәтер жалдап тұрдық. Пәтерде тұрғаннан кейін берекең де болмайды екен. Ай сайын пәтер ақысы да келеді де тұрады. Ауылдан келген қонақтарымыз ауылдың сәлем сауқатын алып келсе ғой шіркін, ең болмаса балаларыма бір тәтті де алып келмейтін. Еншімізді алғанымды қайтейін? Ата-анам мен туыстарым менің үйіме ат басында бұрмайтын болды. Үйіме келген қайын жұртымнан қолым тимейтін. Олар өздері келіп, шақырусыз келген қонақтай күйге түсіп, көп отырмай кетіп қалатын. Ақыр соңында мүлдем келмейтін де болды. Мараттың мінезі анасына қатты ұқсайтын. Артық сөз айтсам болды, сөйлеп шыға келеді. Ал айтқанына көнбей, бетбақтақ танытсам, таяқтың астында қалатынмын. Сөйтіп, қайын жұртымның жағдайын жасап жүріп, 4 баланың анасы болдым. Өзімнің балаларыммен арпалысып жүріп, қайын жұртымды да ренжітпеуге тырысатынмын. Оларды ренжітсем бітті, үйде соғыс болатын. Менің жолдасым да беймас адам. Туыстарының асты үстіне түсіп отырады. Керек десеңіз, ауылдан 6 жасар бала келсе де, оны үлкен адамдай күтіп, бар жағдайын жасап, қыдыртып ауылға қайтаратынбыз.
қайын жұртымның жағдайын жасаймын деп кейде балаларыма қарауға да уақытым болмай қалатын. Бір күні қолым тимей үйдің тірлігімен жүгіріп жүріп, кішкентай ұлым құлап үстін былғап қойыпты. Жұмыстан келген жолдасым баласының кір-қожалақ болып жүргенін көріп, қонақтардың көзінше мені сабап алғаны бар еді. Олар үшін әйелін қонақтардың алдында ұрып-соғып алған еркек нағыз азамат болып есептеледі. Кейде бәрін тастап, балаларымды жетектеп кетіп қалғым келеді. Солай жасамақ та болып оқталдым. Бірақ қайда барам? Ата-анам болса аурушаң адамдар. Үйдегі жеңгем де масасыз жан, қонақ келгенді жақтырмайды. Ал басқа бауырларым да өздерінің күнін зорға көріп келеді. Мектепті бітіріп, мұғалімдік оқуға түскен едім. 3-ші курста Маратқа тұрмысқа шығып, ата-енем саған оқу не теңім деп жібермей қойған болатын. Сөйтіп, оқуымды да аяқталмай қалды. Балаларым болса жас, оларды қалай асыраймын? Ең болмаса жұмысты жасап көрген емеспін. Менің ата-анам өте жуас адамдар. Қайын жұртым да осыны біліп, мені басынатын секілді. Жағдайымыз да асып-тасып тұрған жоқ. Өздерінің күнін зорға көріп жүрген жандардың бірі. Олардан қайран жоғын білгендіктен, қайын жұртымның көрсеткен азабына төзіп келемін. Сөйтіп жүргенде жолдасымның жұмысы Астанаға ауысты. Бірінші өзі барып пәтер жалдап, бізді келіп алып кетті. Топырлап келіп жатып алған қайын жұртымнан құтылатын болдым деп тағы да қуандым. Бірақ бұл қуанышымда ұзаққа созылмады. Астанадан 3 бөлмелі пәтер жалдапты. Оған төлейтін пәтерақының өзі де аз емес. Артымыздан көп кешікпей ата-енем де келді. Қыс бойы бізбен бірге тұрды. Өздерінің келгенімен қоймай, ауылдас көршілеріне дейін шақырып, қона жататын болды. Одан қала берді, Астанада тұратын туыстарын шақырып, мына байғұстар жер үйде тұрады екен, өздері құрылыста жұмыс жасайды. Әмина, сен қайныларыңның кірін жуып үтіктеп бер дейтінді шығарды. Жолдан қосылған қайныларым да апта сайын сөмке-сөмке кірлерін алып келіп тастайды да кетеді. Жалған пәтеріміздің 3 бөлмесінде де қайын жұртым топырлап жатады. Жалғыз Мараттың тапқан ақшасы артылатын емес. Айлап, жылдап жататын қайын жұртым ең болмаса пәтерақы, я болмаса азық-түлік алуға да ақша бермейді. Атам мен енем туыстарына, балам мен келінім өздері пәтер жалдап тұрады. Біреуге төлеген ақыларыңды осыларға беріңдер. Бұлар да тырмысып үй алсын деп ауыз ашпайды ғой. Сөйтіп, біздің үй алғанымызға қарсыма ата-енемнің бұл ісін түсінбедім. Шынымды айтсам, жолдасы менің қолыма бір тиынды ұстатпайды. Үйге керектің бәрін өзі алып келеді. Балаларымызға қажетті заттарды ғана бірге барып аламыз. Әйел болып дүкен аралап, өзіме бір затты алып көрмеппін. Тұрмысқа шыққан кезде анам артымнан алып келген киімдерімді киіп келемін. Жолдасым туыстарының қамын жасап, зыр жүгіріп жүр. Ал біздің ішерге тамағымыз болмай, киерге киім таппай қанжылайтын кезіміз де болады. Кейде өзімнің ынжықтығыма ызаланамын. Қайын жұртымның құлыны айналып бара жатқандай сезінемін. Бәрін тастап, басым ауған жаққа кетіп қалғым келеді. Күндіз күнімен қайын жұртымның жағдайын жасап, таң атқанша жолдасымның, балаларымның киімін жуып, оларды үтіктеп қоямын. Міне, мен де батыр секілді қайын жұртымнан шаршап жүрген жанның бірімін. Отбасымды да сақтап қалғым келеді. Балаларымды әкесіз өсіргім де келмейді. Осыны ойлап, шарадай бастым шақшадай болды. Не істерімді білмей кеттім. Балаларым болса өсіп келеді. Олардың да көздері жәутеңдеп бізге қарайды. Ата-анам ұрыспаса екен, әке-шешемді ұрысмаса екен деп қарайды. Жолдасымның жұдырығын көріп өскен балаларым әкелерін жек көріп кетемі деп те қорқамын. Менің масымдағы мұңымды
оқып отырған оқырман, мен сіздердің ақылдарыңызға мұқтажбын.